жүрген жерімізде о өзбектікі дейтінді таяуда құртамыз бұйыртса, ол өзбектікі шынында да, ол ұйғырдікі шынында да, ол түркітілес халықтар және оларда туыстас аспаптардың да туыс жүруі заңды. Оларда темірден жасалады, мыстан жасалады, той томалақта ойналады. Қазақта кере деген аспап соғыс жорық құрал ретінде өте керемет болған. Алпамыс батыр жырында кернесіне тартқызып, беделін жұртқа артқызып, Алпамыс батыр кереді жауды жайлап жатқызып дегенде кернейшілер сапқа тұра қалып, астынан ұлықтау өтетін болған. Жарқын Шәкәрім атамыз өзінің еңбегінде керней аспабының дауысы, мына аспаптың дауысы 4 шақырымға жетеді. Қазір сіздер үшін енді ақырын ойлап беруге тырысамыз. 4 шақырымға жетеді, және 4 шақырым сайын 5 кернейші қоятын болсаңыз, 20 шақырым жер шығады. 20 шақырым жердегі ақпаратты 1 минутқа жеткізбей алуға болатын болған. Және ол үлкен жаңағы азбука морse секілді соғыс уақытында ақпарат алмас беру үшін және оның дыбыстық белгілері сақталмаған өйткені ол әскери құпия және жаңарып отыратын болған. Мысалы ұлытау жерінде ақпарат берудің тағы бір тәсілі, ұлытау жерінде емес көп жерде бар. Біз ұлытау жеріндегісі аяқ қамыр, бас қамыр деген қарауыл төбе түтін қоятын тәсіл арқылы. Бірақ ол ауа райына байланысты, бір күн тұман, бір күн жел болуы мүмкін. Ал дыбыстық белгіні дәл осылай пайдалану ол үлкен өркениет. Тағы да біліңіздер, қазір сіздерге ойнап береміз. Мына жаққа көтеріп, қорқып кетпеңіздер. Күнде көтеріп жүрген жайыңыз бар. Ал, бұның да 2 нұсқасы бар. Осы жерде бұл екі данасы осы жерде. Сіздер туған кезде алдында болған есіме келіп енді ол қанда бар нәрсе бәрібір